үйгө түсө калганда байытып жиберет. Анау чемоданын көтөрүп бөлмесине алып кирген конак үйдүн кызметкерине мәде $1 бере салат. Міне бұл Араптың образы. Кезінде Венесуэла солай болған. Кезінде Венесуэлада сондай байлық болды. Бірақ бұл немелер қайтты? Орыспен жақындасып, Қытайдың бір жол бір белдеу деп, сол Қытайдың инвестициясын Латын Америкаға әкелеміз деп, сөйтіп Американың артқа ауласында, огородында Орыс пен Қытайдың базасы боламыз деді. Сөйтті де Кубаның тағдырын кешті. Куба қайтты, тіпті әуелі Совет одағының атом бомбасын Майамидің іргесінде 150 километр жерде кубалықтар қоямыз деді. Венесуэлада соның тағдырын кешті. Енді бұл жерде Венесуэланы Трамп неге күтіп отыр? Неге бүкіл әскерін, бүкіл қаруын соған апарып қойып, бүкіл ең жойқын әскери бөлімдерін сол Венесуэланы қоршатып қойып не күтіп отыр? Ана ішінен, ана Нобель бейбітшілік сыйлығын алған әлгі келіншек және соны артынан ілескен қолдаушылар Венесуэлада соғыс болмай бейбіт жағдайда билікке жетемеді отыр. Ана $50 миллион тіпті Марко Рубио ма әлде Трамптың өзіме Венесуэладағы генералдарға тіпті ашық үндеу тастады. Мен есімде жоқ, қателессем кешіріңіздер. Біреу айтты, Венесуэладағы генералдар ойлансын деді ме, ашық үндеу тастады. Демек бір генерал саяси өзгеріс жасап, Мадуроны тұтқындап, Америкаға әкеп берсе $50 миллион алады деп отыр. $50 миллион алады деп отыр. Міне көрдіңіздер ме? Енді қазақтарда ойланып көріңдер, егер шынында сондай бір керемет 007 сияқты бітіп саусағымен түртіп құлататын біреулеріңіз ән айтамыз деп, боксер өткіземіз ба деп Венесуэлаға келіп, ебін тауып Мадуроға жақындап, тарс еткізіп өлтірсеңіздер, немесе тұтқындап барымталап Америкаға түсірсеңіздер, $50 миллион сақ еткізіп аласыздар. Мысалы енді бірнеше дүркін әлем чемпионы деп айтылған, бірақ еш жерде дәлелі жоқ. Бірнеше дүркін еркін күрес, еркін жұдырықтасу дейма, соның чемпионымын деп айтатын, бірақ еш жерде, еш жазбада, еш газетте оның чемпиондығы дәлелденбеген Ардақ Назаров деген бір қазақ бар. Оның өтіріктері деген шетінен шығып жатыр. АГУ-да оқыпты, КАЗГУ-да оқыпты, бір жолда Бәленбай университетте оқи сапты, бірақ бірде-бір оның курстасы жоқ екен. Оның өтіріктері, телеарнаға сұхбат бергенде өтіріктері шығып жатыр қазір шетінен. Сөйтсе, мен оған сыртынан диагноз қойып қойдым, Ардақ Назаров патологиялық суайттық ауруымен ауырады. Бұл ағылшын тілінде, психология ғылымда pathological liar symptom дейді. Pathological liar symptom. Бұл өтірік айтпаса мазасы кететін. Бір өтірікті ұрып жіберіп барып рақаттанатын ауру. Бұл енді тума тұқым қолайды. Ардақ Назаров енді ақшасы бар. Сондықтан бір Еуропа Американың бір мықты психологына көрінсін. Бұл психологиялық емделу деген өте маңызды. Pathological liar symptom деп ағылшын тілінде Google-ден іздесе көп нәрсе білет. Соны емделсе, Ардақ Назаров мүмкін ары қарай сауығып кетуі мүмкін. Бұл pathological liar symptom, бұны ғалымдар өте көп зерттеді. Америкада тіпті бұндай аурумен ауыратын жастарды, балалар, жасөспірімдерді жатқызып тұрып, больницаға алып отыр, психбольницада емдейді. Мәжбүрлі. Бұл балаларда қалыптасады. Ойынан бір фантазияны құрастыра салады. Болмағанды болды, өтірікті шындай, ақсақты тыңдай қылады. Тіпті бұл Америкада 50-ші жылдардың өзінде осындай белгісі бар жасөспірімдерді кәдімгі жатқызып тұрып емдеткен. Сондықтан Ардақ Назаров осылай емделгені дұрыс. Енді оның ақшасы бар жігіт қой, енді ақшасы болмаса депутат болмайды. Депутат болғанда да біраз болды, оңды солды опырып, аннан ұрлап, мыннан жырдап, біраз ақша жасап алды. Енді осы аурумен емделсе дұрыс болады. Енді бұның біраз қаммен берілетіні бар. Ардақ Назаровқа тоқал болғысы келіп жүрген қыздар абайлаңыздар. Ардақ Назаровқа ресми, бейресми некесін қидырасап, содан бәлем бала туып беріп, содан соның ұрдаған жырдаған ақшасыменен халал. Ұрдаған халал, ұрдық ақшаларымен
Мединеден, Меккеден үй алғыстып, Дубайдан, Стамбулдан коттедж алғыстып, рақат өмір сүрем дейтін қыздар болса, мысалы, сектабас қыздар көп қой қазір. Сектабас қыздарға айтеу, машалла, машалла деп тие береді олар тоқалдыққа. Сондай қыздар ойлаңдар, себебі бұл қанмен беріледі, тұқым қуалайды, денеймен. Ардақ Назаровтың баласын тусаңдар, сосын сендердің балаларыңның бойында да сол pathological liar symptom, яғни патологиялық суайттық симптомдар болады. Патологиялық суайттық синдромдар балаларыңда тұқыма немере шөбереңе кетеді ары қарай. Сондықтан Ардақ Назаровтың тоқалдары немесе Ардақ Назаровқа тоқал болғысы келіп жүргендер ойланыңдар. Қысқасы ойланыңдар. Бұл қанмен берілетін ауру. Енді жаңағы Ардақ Назаров неге шығып кетті? Сол енді 50 миллион доллар тапсын енді. Ана жақта өтірік қолынан боқ келмейді. Парламентте ол не түсінеді? Басында грамм миы жоқ, көк ми. Ана жерде экономика біле ма, жол біле ма, бизнес біле ма, дизайн біле ма, макроэкономикалық жобаларды біле ма? Дым білмейді ғой ол. Дым білмейді ғой. Енді солар 50 миллион доллар тауып кем дегенде. Бар Мадуроны ұстап, мен бір бокс концерт қоям дей ма, шоу көрсетем дей ма, Мадуроны енді мықты болса, шында чемпион болса, шекесінен шертіп өлтіріп Мадуроны ұстап берсе 50 миллион доллар табады. Америка Мадуроға 50 миллион доллар тігіп қойып, бүкіл теңіз әуе армиясын жан-жағынан қаптатып қойып, тіпті әуелі Бен Ладенді өлтірген әуе бөлімдерін әкеп қойып, неге? Нені күтіп отыр? Неге? Қайда қарап отыр? Қытайға қарап отыр. Енді кеше бір пост салдым, көрген боларсыздар, Мадуро Трамптың аяғына жығылыпты. Сол өз елінде жатып. Жаздым, жаңылдым, қасықтай, қанымды, шыбындай, жанымды қый. Ши Жинпиннен де бас тартайын, Пөтеннен де бас тартайын. Жаңағы Трамптан басқа құдай жоқ, Мадуро оның елшісі деп айтайын. Болды, мен болды, қойдым. Есірткенді осыдан бұрын бірнеше мың тонна сатсам сатқан шығармын. Болды, кешір, бүгінден бастап адам болам деп, әлгі жерде Мадуро жылапты, еңірепті дейді. Арай галам, рахмет, 10 фунт стерлинг лақтырғым, 10 евро ма? 10 фунт стерлинг лақтырып, рахмет, Алла разы болсын. Міне тікелей суперчатта ақша лақтыруға болады, естеріңізде болсын. Мына экранда анау доллардың белгісі тұр ғой, сол жерде басасыздар. Міне сөйтіп Мадуро кешірім сұрапты. Бірақ Мадуроға Трамп кешірім бермеген. Ендеше Трамп нені күтіп отыр? Ап десе ала салады. Бір зымыран томағауықтан біреуін Мадуроның резиденциясына жібере салса болды. Шипасы біткелі тұр. Тіпті толық жасақтанған кезінде Пакистанда аңдып отырып, анау Бен Ладен террористің тығылған резиденциясына басып кірген арнайы бөлімін жібере салса Мадуроны тарс еткізеді. Бірақ неге істемей отыр? Қытайды күтіп отыр. Немесе Венесуэланың ішкі жағынан Аппасияның жеңіске жеткенін күтіп отыр, немесе бір генералдың шын мәнінде бір саяси ашық ойлы азаматтың Мадуроны тұтқындап беруін күтіп отыр. Не халықтың бір ереуілге шығып билікті ауыстырғанын күтіп отыр. Трамптың күтіп отырған осы. Ол ана оғында, қаруында шығындамай, оқ атты бір бейбіт елге соғыс ашты демей, сол Венесуэланың халқы өз қотырын өзі қасып, өздері сол Мадуроның көзін құртса деп, соған халықарадан қысым жасап отыр. Мына дәл осы кезде Нобель сыйлығын ана әйелге бергенін көрдіңіз ба? Бұл да сәйкесу. Нобель комитетінің өзі аяқ астынан анау бір біз білмейтін, сіз білмейтін бір әйелге сыйлықты бере қалуы, ол да Мадуроға жасалған қысым. Енді Мадуро қайда қашады? Не Кубаға, не Ресейге, не Қытайға қашу мүмкін. Ал осы жағдай кезінде, осы жағдайда күтіп отыр енді анау. Трамп күтіп отыр. Қытайдағы жағдайды күтіп отыр. Мадуроға Трамптың тағатын айыбы есірткіні, ол тікеден сол Қытайдан фентанил есірткісін алып, соның материалын жасап, Америкаға тонналап өткізеді екен. Ал Америкада күніне фентанилден өліп отырған адам, естеріңізде болсын, 300 адам күніне өледі екен. Оның барлығы тепсе темір үзетін жастар. Фентанил есірткісін тұтынып, қатып қалады. Стресс кәдімгі тас болып қатып қалады.
Американың мына кейбір штаттарында, қалаларында көрсеңіздер, мен қаншама видеоларды көрсеттім сіздерге. Бұдан бұрын Фейсбукте салдым, көрдіңіздер ме? Ол видеолардың мына патент құқы болғандықтан мен ютубке сала алмадым, бірақ Фейсбукке басқа салдым. Көшеде жастар, жасамыстар қатып қалған, кәдімгі анау қорқынышты фильмдердегі зомбилар сияқты қатып қалған. Көрдіңіздер ме? Көрген болсаңыздар, көрдім деп айтыңыздар мысалы. Сондай видеоларды мен аударып тұрып салдым. Бұл енді шынайы Америка мен Канада. Осы фентанил дейтін бұл есірткі Қытайдан келеді. Мексика, жаңағы Мадуро, Венесуэладан келеді. Ал бұл Мадуроның мәселесін неге сонша Ресей Украина соғысына байлап отыр дегенде, Венесуэла демократиялық жолға түсетін болса, онда Венесуэланың мұнайын ашық нарыққа шығарады. Америка санкциясын алады. Америка санкциясын алды деген сөз, дүние жүзінде Венесуэланың бай мұнайынан жаңағы нарықта сатылатын мұнай көбейеді, ал содан кейін қайтеді, мұнайдың бағасы түседі. Қазір Америка мұнайдың бағасын түсіре алмай тұр. Мұнайдың бағасы түссе қайтеді, Путиннің бюджеті азаяды. Путиннің бюджеті азайса қайтеді, соғысты қамдау қиын болады. Соғысты қамдау қиын болады. Бұл ақшаның соғысы. Бұл кәдімгі байлықтың соғысы. Совет одағы неден күйреді? Совет одағы мұнайдың, газдың бағасы түскен кезде бюджеті азайып кетті, сосын құлады. Советті қалай құлатты? Маргарет Тетчер ханым Англия жақтан бастады, Америкадан атақты Рейган президент бастады, Сауди Арабиямен келісті, сөйтіп үш жақ болды. Мынау Еуропаның ең оң бағыттағы дәстүршіл, күшті, қуатты жаңағы әйел басшысы шықты, Маргарет Тетчер ханым. Америкадан дәл қазіргі Трамп сияқты дәстүршілдікке қайтамыз. Мына қиқым-бейқым коммунизмге бүйрегі бұратын демократтар ары жүріңдер деді. Рейган шықты. Міне. Себеп демократтардың бүйрегі коммунистерге бұрады. Теңгермешілдікті жақсы көреді. Жаңа бүкіл кедей кепшік анау мынауға бәріне теуіп бер. Сен әшейін қарның сипап жата бер, бірақ біз бюджеттен ақша бөлейік дегенге келеді бұлар. Бұлар коммунистік жүйеге қарай бір бүйректер бұрады. Осылар ғой, демократтар ғой. Мен үнемі айтатын анау Киссинджер. Орысшасын Киссингер дей ма, не дейді білмеймін. Ағылшыншасы Киссинджер. Сол Киссинджер 100 бәлен жасында өлді. Сол ғой Қытай коммунистерін біріккен ұлттар ұйымына кіргізіп Тайванды теуіп шықты. Сол коммунистер байса алдымен жақсы жеп, жақсы ішіп, мына дүниені көрсе, сосын ақырын қанішерліктен бас тартатын болады деді. Қайда коммунистерің байыған сайын құтырып дүниені жаулаймыз деді ғой. Міне, Қытай байса демократияланады. Қытайды біз құшағымызға алсақ, сөйтіп Қытай ақырындап коммунизмнен, социализмнен бас тартады деп еді. Керісінше Қытай барған сайын қанішер болып кетті ғой. Міне демократтар. Сол кезде Рейган қарсы тұрды. Демек, Трамптың осы жолда Венесуэла мәселесін көтеруі Ресейді мұнайдан түсетін табыстан қысу. Венесуэланың мұнайын қалқараға шығару, бірақ Мадуро сияқты ресейшіл, қытайшылдың қолымен емес, демократиялық бағыттағы жүйе орнатып Венесуэлада. Венесуэланың халқы өз орнатса әрине жақсы. Сондықтан қысып, қалқаралық қысым жасап отыр. Дәл сол кезде Нобельде оппозицияға беріле қалды. Сөйтіп отырып, мұнай мен газдың бағасын түсірсе, Ресейдің жаназасы оқылады деген сөз. Сауд Арабияға айтты, 20% мұнайды арттырам деді. Ол деген сөз мұнай газ түседі. Кешегі лекциямда айттым. Пөтен деген тура шашын жұлып, бармағын шайнап жылап отыр. Еуропа сендер 1,3 триллион евро зиян шектіңдер дейді. Сендер Ресейдің газын алмағандықтарың үшін 1,3 триллион евро зиян шектіңдер дейді. Миллиард емес. 1,3 триллион зиян шектіңдер дейді. Еуропа неге сөйді? Себебі Еуропа Ресейден газын алғаннан көрі 1,3 триллион евро артық жұмсасақ, артық жұмсайық деп, енді басқа жақтан мұнай газ алып жатыр. Міне, Путиннің жылап отырған сол. Оның ақшасы азайды. Ана триллиондаған доллар ақша, оның қалтасына кіретін ақша еді, оның қалтасына кірмей қалды. Путиннің жылап отырған сол.
Трамптың томағауқты қолын ұстап алып, томағаук деп, назданған қыз құсап, бүкіл дүниенің басын қатырып, беретін болып, бермейтін болып, беретін болып, бермейтін болып, тіпті бүкіл дүниенің ығырын шығарып жіберіп, отырған бүкіл жоспарының ар жағында бүкіл дүние жүзін Ресейдің мұнай газынан бас тартқызу. Мысалы, міне кешегі лекциямда айттым, Модимен сөйлестім, Ресейдің мұнай газынан бас тартатын болды деп Трамп жариялады. Ол өтірік айтпайды. Қытайдың өзі үндемей, бас тартамыз, тартпаймыз демей жатып, енді бүкіл Канаданың мұнай газына қарай ойысқан. Канаданың. Көрдіңіздер ме? Қытай мен екі ортада сауда соғысы жүріп жатыр. Сауда соғысы. Трамп айтты, енді Ресейдің мұнай газын алатындарға 500% кедендік салығы мүмкін деп отыр. 500%. Ол деген сөз, сен былай істемесең мынау тұр деген үлкен тоқпақ. Мына тоқпақты көрдің ба? Егер алатын болсаң әкеңді танытам деді. Бұл оларға жасап отырған қысым. Өздігінен аусын деп. 500% әлі салған жоқ. Соған әкеле жатыр. Демек, Трамптың бүкіл жобасы Рейганның жобасы. Рейганның қалқарада мұнайдың бағасын түсіріп, Совет одағын сыртқы қаржылық табыстан айырып, яғни Совет одағының бүкіл бюджеті мұнай газдан түсіп отырған. Сөйтіп Совет одағын қаржылық дағдарысқа ұшыратып, ең соңында бұл ел бір оқ атылмай құлаған. Трамптың бүкіл жоспарда сол Рейганның жоспарының копиясы. Бүкіл дүние жүзінде мұнай газдың бағасын түсіріп, Ресейдің мұнай газын алатын Еуропаны тиді ма? Тиді. Түркияның өзі Ресейдің мұнай газынан бас тартатын болып, Американың сұйытылған табиғи газын алатын болып, бәлен миллиард келісімге отырды ма? Отырды. Әзербайжан мен Әрменді Трамп татуластырып, Совет одағынан 80 бәленші жыл Әзербайжан мен Әрмен қашан соғысты? 86 соғысты ма, 87 ма, 89 ма? Білетіндер жазыңдаршы, мен есімде жоқ. Мен мектеп оқып жатқан құрттай бала кезім. Әлі есімде айт кезі болатын. Айт намазынан кейін әкем марқұм екеуміз қабірге барып, ата-бабамызға Құран оқып қайттық. Сол қабірден қайтқанда, қабірден қайтып келе жатып, ақсақалдар әкемді айттаңыз, біздің үйден бастаңыз деп ұсыныс етті. Сөйтіп, жаңағы ақсақалдармен отырып жаңағы айттадық, бүкіл жаңағы білімді кісілер бірдемде жинала қалды, бүкен келді дегеннен кейін. Бәріміз қабірден қайттық, қабір басына барып, айт намазынан кейін қабір басына барып Құран оқитын бір дәстүріміз бар болатын. Содан сол кезде отырып ақсақалдар, айт кезінде отырып, дастархан басында сыбырлап отырып, Әзербайжан мен Әрмен соғысыпты дегенде менің әкемнің айтқан сөзі бар. Тағы басқа жолдастар да айтты. Демек, Москвада орталық билік әлсіреді. Москваға Советке бағынып отырған екі республика Москваны тыңдамай соғысқан болса, орталық билік әлсіреді. Демек, қазақтың тәуелсіздік алуына мүмкіндік бар деген сөзді соны 81-ден есінші жылы айтты. Міне, көрдіңіздер ма? Сол кезде мен көп нәрсе түсінген жоқпын сөздің шын. Қазіргі түсінігімнің мүмкін мыңнан бір жоқ шығар. Бірақ мен кейін, міне, қазірдің өзінде ойласам, қандай білімді адамдар. Ана бір ақпараттан Совет одағының орталық үкіметінің билігінің әлсірегендігін, енді қазақтың тәуелсіздік алуына мүмкіндік туғанын айтып отыр. Міне, сол заманда. Енді мен тағы бір нәрсені айтайын. Біздің мұғаліміміз 6-шы сынып кезімізде желтоқсан оқиғасының болғандығын бізге айтып берген. Ол 1987-88 жылдар. Сонда сол мұғаліміз, менің әкем жаңа оқуға жіберді дедім ғой, ең алғаш. Сонда солар Күйтін, жаңағы Күйтін дейтін қала бар, міне іле оқуға артып. Сол жердегі зиялылардан естіп келген, Алматыда қазақтың зиялылары Совет одағына қарсы ереуіл жасап деп. Сол Жоңғардың құмында картаға түспейтін ауылда оқып жатқан бізге Іле Қазақ автономиялы облысы оқу-ағарту институтынан білім асырып келген біздің мұғаліміміздің аузымен желтоқсан көтерілісі туралы ақпарат. Сол желтоқсаннан кейін бізге жетті.
Көрдіңіздер ме? Ана жоңғардың құмында жатып. Демек бұл жердегі әңгіме не? Адамдардың саяси көрегендігі. Ал қараңыздар, Советті сөйтіп қаржылық дағдарысқа ұшыратып құлатты ғой. Қаржылық дағдарысқа ұшыратып құлатты. Әзербайжан мен Әрменді ортасынан ана бір КАМАЗ өтетін, бір жүк көлік өтетін дәлізді ашты. Ол дәлізді Америка 99 жылға ма 100 жылға алды. Біліңізші, 99 ба 100 жылға. Енді ол дәлізден не өтеді? Ол дәлізден Әзербайжан сол жаңағы Әрменмен келіскен жерден Түркияға қарай мұнай-газ құбыры өтеді. Ол мұнай-газ құбыры немен? Американың кепілдігімен. Американың мұнай-газ құбырына Ресей тиісе ала ма? Тиісе алмайды. Енді ол жерде мұнай-газ өткенде Әзербайжанның бүкіл газы оған жетпейді. Енді қазақтың газы қосылады. Қазақтың газы қосылғаннан кейін түрікпеннің газы қосылады. Түрікпеннің газы ең көп. Соны ары қарай Түркияға барса қайтеді, түріктер оны ары қарай жаңағы Грекке, Гректен ары қарай Еуропаға кетеді. Міне, Еуропа сонда Ресей газынан басы бүтін бас тартылады. Бұлай қарап отырсаң, Трамптың бүкіл жоспары Ресейді ақшадан қысу. Себеп Трамп саудагер, Трамп бизнесмен. Ол ақша бәрін шешеді дейтін ұғымды ол әбден біледі. Ол Ресейді мына соғысты жүргізіп отырған бірінші қозғаушы күш ақша. Путиннің есепсіз қисапсыз тығып қойған байлығы. Ол анау Совет одағын, яғни Ресейді билеген міне 2000 жылдан бері бүкіл осы жер жүзіндегі ең алып, ең бай жер асты байлығы бар, шикізаты бар елдің бүкіл қанын сорып отырған Путин сол бүкіл ақшаны тығып отыр. Енді сол бүкіл ақшаны жалғыз бір адам осы соғысқа пайдаланып отыр. Ал Трамптың жоспары Еуропадан келетін ақшаның көзін тосты, Түркиядан келетін ақшаның көзін тосты, Индиядан келетін ақшаның көзін тосты, Қытайдан келетін ақшаның бір бөлімін тосты, әлі нете алмай тұр. Саудиямен барып одақтасып, Саудия олдыңда бір бүйрегі орыс Қытайға бұрып отыратын еді Салман Ғазадан. Бетін бері қарады. Енді ол алды 20% мұнайды көтерім, артық өндірім деді. 20% мұнайды артық өндірді деген сөз не? Дүниеде мұнайдың, нарықтағы мұнайдың саны, көлемі артады, мұнайдың бағасы түседі. Мұнайдың бағасы түседі. Енді ары қарай Араб бірлескен әмірлігі барғанда, әмірлігіне барғанда арабтардың деген шашын желкілдетіп, қыздарын шығарып қойып күтіп алды. Катарың онымен одақ болып күтіп алды. Орта шығысты тыныштандырып қойды. Орыс, Қытай, Иранның от көсейтін қамасы бар, басқасы тыныштандырып қойды. Енді бәрін тыныштандырды. Мұнайды Америка өсірем десе өсіреді, түсірем десе түсіретін жағдайға келді. Басты мәселе Қытай. Осындай кезде Венесуэланы күтіп отыр. Венесуэлада бейбіт саяси өзгеріс болып кетсе, онда мұнайдың бағасы күрт түседі. Себебі Венесуэла мұнай көмір сутегіне өте бай. Мұнай көмір сутегіне өте бай. Міне әңгіме қайда жатыр, қазақтар. Сондықтан томағауқтан соншама қорқып отыр орыстар. Себебі томағаук Ресейді тас дәуіріне қайтарады. Ресейді тас дәуіріне қайтарып жібереді. Сонда ойлаңыздаршы, бір томағауқтан сонша қорқып, үрейленіп, дірілдеп, бұтына жіберіп отырған Ресей. Бір томағауқтан сонша шошып отырған Путин. Әлгі бұлардың жер әлемде жоқ құпия қаруымыз бар дейтін өтіріктері қайда қалды сонда? Медведев бар, Песков бар, Лавров бар, Путин бар. Біздің құпия қаруларымыз бар, біз ол қаруларымызды әлі шығармадық дейтін әлгі аңыздары қайда қалды? Американың тіпті бұғанға дейін жұрт атында естімеген томағаук дейтін зымыраннан осыншама шошитын болса, біз масаға дейін ұстап аламыз дейтін С-300, С-400, С-500-дері қайда қалды? Бұл жердегі әңгіме осында тұр. Бұл енді осы Орыс-Украин соғысының аяқтау схемасы осы болып тұр. Яғни Трамп пен Зеленский бір құпия келісім жасады. Енді ашық келісімде
Украина дрондарын беретін болыпты. Украинаның дрон тәжірибесі керемет екен. Украинаның дрондары алыс ұшады екен, анау мынау деген әңгіме ашылып жатыр. Бірақ ол Украинаның дроны тура Америкада жоқ. Американың әскери қару-жарақ зерттейтін адамдар Украинаның дрондарын жасай алмайды екен деген әңгіме жоқ. Андай әңгіме жоқ. Ұсақ-түйек бір технологияларын берсе берген болу керек. Тәжірибелерін дрондық көп ақпарат жиналды ғой, база жиналды, жаңағы қандай әлсіздігі бар, қандай артықшылығы бар жиналды. Мысалы, қазір Украинаның дрондары 2000-да 2600 километрге дейін ұшатын болды. Дрон 2000-да 2600 километрге дейін ұшатын болды. Демек, осындай жағдайда мүмкін өте көп тәжірибелерін бөлісті, бірақ одан ары қарай бір сұмдық керемет Америка зәру болатын бір дрондық технология немесе бір қаруды Америкаға береді деп ойламаймын. Бірақ қалай болмасын, екеуі бір құпия бір затқа келісіп қайтты. Екеуі құпия бір затқа келісіп қайтты. Менің енді ойым осы. Енді екінші жағдай. Дәл осы кім қай жерге жетті, сол жерде тоқтасын, ары қарай жылжымаңдар дегеннің ар жағында Трамптың гуманитарлық, жанашырлық, бүкіл адамзаттық деңгейде адамдардың өмірі, адамдардың тірі жүруі, қор болмауы деген мәселелерді үнемі айтады. Мысалы, қаншама адам өліп жатыр, орыстар өліп жатыр, украиндер өліп жатыр. Міне Ресейдің өзі 1,5 миллион адамынан айырылды деген сияқты әңгімені көп айтады.